Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай профитрольді тортты жасап үйренеміз. Так, енді бізге японский бисквит үйрену керек. Ол үшін 115 грамм ұн қажет, 2 сүт керек болады. Біреу 85 грамм, біреу 75 грамм қажет болады. Сосын бір жұмыртқа, сосын белок, яғни жұмыртқаның ағы 150 грамм қажет болады. Қант 70 грамм, сосын сары май 60 грамм қажет болады, және жұмыртқаның сарысы 200 грамм. Енді ыдысқа 60 грамм сары майымызбенен 75 грамм сүтті құйып, екеуін бірге газда қайнататын боламыз. Қайнап шыққан соң барып 115 грамм ұнды қосамыз. Бізде барлығы қайнады. Енді ситаның көмегімен ұнды қосып, барлығын лопатаның көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Және барлығы бір келкі қамыр күйіне енгенге дейін тоқтамастан. Енді ұнменен қамырымыз бірігіп кеткеннен кейін осындай шар тәрізді күйге енеді. Сол кезде оттан алып суытатын боламыз. Осындай кухонный комбайнның көмегімен немесе жай ғана бөлме температурасында суытатын боламыз. Енді біздің қамырымыз суығанша біз 200 грамм жұмыртқа сарысына сүтті қосамыз және бір жұмыртқаны қосып, осы 3 сатты бірге жақсылап араластырып аламыз. Қазір суыған қамырға осыны құятын боламыз. Ол үшін осы пластмасс ыдысқа құйып аламын. Осылай маған кухонный комбайнға біртіндеп құйып тұрғанға ыңғайлы. Енді осы сұйықтықты суыған қамырға біртіндеп құйып отырамыз. Әр құйған сайын жылдамдығын арттырып отырамын. Осымен бұл массамыз дайын болады. Келесі кезекте осыған араластыратын меренганы дайындаймыз. Енді меренганы дайындайтын болсақ, біз 150 грамм жұмыртқаның ағын осы миксердің көмегімен айналдыра бастаймыз. Кішкене айналдырып болып, сахарды біртіндеп қоса бастаймыз. Барлығын бірден қосып жібермейміз. Біртіндеп 15 граммнан қосып отырамыз. Барлығы толықтай көпірік күйге еніп, көтерілгенге дейін араластырамыз. Осымен бізде меренге дайын болды. Енді осыған жаңағы дайындап қойған массамызды құйып, барлығын бірге араластырамыз. Араластырып болып, енді краситель қоссақ болады. Мен қазір розовый краситель қосып жатырмын. Сіздер кез келген түс қолдансаңыздар болады. Енді осы тестамызды екіге бөлеміз. Бұны пісіру үшін бізге силиконовый коврик қажет болады. Мен қазір алдымен бірінші бөлшегін пісіріп аламын. Жартысын құйдым осында. 160 градуста 15 минутта піседі. Піскен бисквит осылай болады. Енді бұны пищевой пленкамен орап тастаймын. Осылай екі бисквитті де пісіреміз. Осымен японский бисквит дайын. Енді профитроли пісіруге кірісеміз. Енді профитроли үшін бізге 90 грамм ұн, 3 жұмыртқа, 80 грамм су, 3 грамм қант, 80 грамм сүт, сары май 75 грамм қажет. Енді бос ыдысқа сары майды, қантты, суды және сүтті қосып, барлығын бірге қайнатып аламыз. Осы массаның барлығы қайнаған соң, ситаның көмегімен ұнды қосамыз біртіндеп. Және барлығын тоқтамай араластырамыз. Қамыр күйге енгенге дейін және астында осындай қатпаршақ пайда болған кезінде қамыр дайын болды, аламыз. Енді бұл қамырымызды 37-40 градус дәрежесіне дейін суыту қажет. Сосын барып 3 жұмыртқамызды біртіндеп салып шығамыз. Осымен бізде қамырымыз дайын. Барлығын кондитерский мешокқа құямын. Ешқандай насадка басына қойған жоқпын. Осылай силиконовый коврикқа біртіндеп осылай думалатып құйып шығамыз.
Бұл профитролиларымыз 165 градуста 20-25 минутта пісіп шығады. Енді профитролидің ішіне құятын крем дайындаймыз. Ол үшін бізге маскарпоне 300 грамм, сахарная пудра 100 грамм, 60 грамм сливки және 60 грамм кез келген жемістің езбесі болу қажет. Бірінші сахарная пудра мен маскарпонеді миксермен жақсылап айналдырамын. Оның үстіне сливки құямын. Барлығын толықтай қоюланғанға дейін айналдырамыз. Сосын барып, осы жеміс езбесін салып, барлығын бірге айналдырамыз. Осымен профитроли ішіне арналған креміміз дайын. Тортымызға арналған мусс кремді дайындау үшін бізге 340 грамм сливки қажет, осындай желатин 10 грамм қажет, белый шоколад 140 грамм қажет болады, және тағы да сливки 165 грамм, 4 жұмыртқаның сарысы және мұздай су қажет болады. Алдымен осы желатинді орап, суға салып қоямыз. Алдымен 340 грамм сливкимізді миксердің көмегімен взбивать етіп аламыз. Бұл сливкидің консистенциясы еріп тұрған балмұздақ тәріздес болу керек. Енді 165 грамм сливкимізға 4 жұмыртқа сарысын қосып, желатинді сығып, осында саламыз. Енді барлығын отқа қойып, тоқтамастан араластырамыз. Осы массамыз 78 градус дәрежесіне жеткен кезінде газдан алатын боламыз. Және бірден ақ шоколадтың үстіне құйып, барлығын араластырамыз. Ыстық масса шоколадқа құйылған соң бірден еріп кетеді шоколадымыз. Біздің белый шоколадымызбен жаңағы 78 дәрежеге дейін қызыған массамыз бірге осылай толықтай араласты. Енді осының үстіне жаңағы қоюланған 340 грамм сливкимізді құйып, барлығын араластырамыз. Араластырып болып, тоңазытқышқа жібереміз 1 сағатқа. Енді профитролиға арналған кремімізді кондитерский мешокқа құйып, осы профитролидің ішіне біртіндеп осылай құйып толтырып шығамыз. Бұл енді біздің жаңағы японский бисквитіміз, бетіндегі қатпашағын барлығын осы пышақтың көмегімен тазалап тастаймыз. Сосын 18 диаметрде кольцомен домалатып кесіп аламын. Бұл бізде торттың асты болады. Келесі бисквитті осылай екіге бөліп аламыз. Бұл біздің тортымыздың шеттері болады. Енді тортты құрастыру үшін бізге подложка қажет. Подложканың үстінен осындай пищевой пленканы төсеп шығамыз. Және раздвижной кольцо қажет болады. Жаңа кесіп алған домалақ бисквитті астына қоямыз, оның үстінен кольцоны кигіземіз. Және осының шеттеріне, яғни борттарына жаңағы кескен бисквиттерді қойып шығамыз. Және тегіс жағы ішке қарап тұру керек. Бұл біздің мусс креміміз тоңазытқышта 1 сағат тұрды, осылай қоюланған. Енді осы мусс кремімізді торттың ішіне құйып шығамыз барлығын. Енді осының үстінің барлығына профитролиді салып, лопатаның көмегімен басып тастаймыз. Қалған профитролиді де саламыз. Енді шетінде артылып қалғандарын қайшының көмегімен тегістеп кесіп тастаймыз. Енді беткі қабатына кез келген фруктыды қойып оформление жасасақ болады. Мен торттың ішіне банан менен персикті араластыра қосып шықтым. Үстіне қалған профитролиларды қойып, оның сыртына еріген шоколадты айналдыра құйып шықтым. Енді жанындағы пищевой пленканы сыртына орап, тоңазытқышқа кемінде 5-6 сағатқа жібереміз. Енді қыздар, менің тортым 6 сағат бойы тоңазытқышта тұрды. Пищевой пленкасын барлығын шетіне тартып тастаймын, кольцосын шешіп аламыз. Осымен бізде торт дайын. Енді кесіп көреміз. Осымен бізде ерекше профитрольді тортымыз дайын. Видео рецепт көңіліңізден шықты деп сенемін.